Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli Yerner Education tubanasının көрермендері, видеоның соңына дейін көріңіздер. Бүгін автодромдағы тапсыратын емтиханның тапсырмаларының соңғы үшеуіне талдау жасайтын боламыз. Және жүргізуші куәлігін ешқандай пара бермей, күнә жасамай, әділ түрде өз күштеріңізбен, өз білімдеріңізбен алатын, былай айтқанда білімдерді мен сіздерге беремін. Және өзімнің тәжірибеммен бөлісетін боламын. Сондықтан видеоның соңына дейін қараңыздар. Мен алдыңғы сабақтарда жалпы 3-ке бөліп, осының 3 рет 3-3-тен 9 тапсырмасына талдау жасадым. Енді бүгін қалған соңғы үшеуіне талдау жасайтын боламыз. Қалған үшеуі ол мына жерге келдік біз. Темір жолдан өткеннен кейін жүре бересіздер. Жүре берген кезде параллельді кері тұраққа келесіздер. Параллельді кері тұраққа келмес бұрын, құрметті менің көрермендерім, сіздерге мынаны айта кетейін. Жалпы мынандай бір тапсырма болады. Яғни авариялық ситуация дейді. Авариялық ситуация немесе төтенше аялдама деген аварийный остановка. Бұл қай жерде болады? Бұны нақты білу қиын. Жалпы менің жағдайымда ол мына жердегі мына жылдамдықты арттырдым ғой мен. Жылдамдықты арттырып 40-қа арттырғаннан кейін енді 20-ға азайтатын жерде менде авариялық остановка болды да машина шиқылдап дауыс шықты. Аварийный ситуация. Бұл жердегі ереже міне былай. Бұл жалпы кез келген жерде келіп қалуы мүмкін, сондықтан бұған кез келген жерде дайын отыру керек. Бұл өмірде де өте маңызды. Неге? Өйткені өмірдегі жағдайда да, кез жағдайда көлік бұзылуы мүмкін, тағы да бір жер асты бірдеңе болуы мүмкін. Сол кезде бірден осыны қосып тоқтап үлгеру керек. 2 секунд ішінде тоқтап үлгермеу, және тоқтаған соң 3 секунд ішінде апаттық жарық сигналды қоспауы, бұл 20 баллдық қателік болып есептеледі. Яғни бірден реакция болу керек. Тормозды басасыздар, 2 секунд сигнализация шамдай балл жазылмайды. Ал қозғалыс бастамас бұрын апаттық шамды сөндірмеу, яғни сигнализацияны қосып жүріп кету, бұл 10 баллдық қателік. Бұл не үшін? Өйткені арт жақтағы көліктер сізге қарап шатасады. Бұл былай айтқанда авариялық жағдай болып тұр ма? Болып тұрған жоқ. Бірақ сізде болып тұрған жоқ, ал сіз қосып барып кетіп бара жатсаңыз, онда адамдарды жаңылыстырасыз. Сондықтан соны ескеру керек. Бұны жасау өте маңызды, өйткені өмірде әртүрлі жағдай болады ғой. Сондықтан Алла сақтасын, бірақ дегенмен барлық жағдайға біліммен, біліктілікпен дайын болып жүру керек. Одан кейінгі тапсырма параллельді кері тұрақ. Параллельді кері тұрақ дегеніміз бұл міне мына жер. Мына жермен өтіп кеткеннен кейін бұлай жүріп келесіздер ғой. Мына жерде келесіздер келгеннен кейін міне мына үшеуін көріп тұрсыздар ғой. Легковой деп жас болған. Осы үшеуінің біреуіне көлікті алып келесіздер де былай міне. Бүйтіп келесіздер де былай жанымен кіргізіп қоюларыңыз керек. Түсіндіре алдым ғой, жанымен кіргізіп қоюларыңыз керек. Енді оның ережесімен таныстырайық. Кері тұрақ жасайтын ақсыздықты баспау. Бұл бағанағы сызық, мен сіздерге айттым ғой, өткен сабақта айттым. Яғни зачетенный есептелді деген сызық. Соны баспасаңыздар 20 баллдық қателік. Кабельді басып кетсеңіздер, тапсырма орындау барысында тағы да 20 баллдық қателік. Ал 2 минуттан көп уақыт жұмсасаңыздар, 3 минуттың ішінде қойсаңыздар, ол кезде 15 баллдық қателік болады. Енді бұл жерде әдіс қалай жасау керек? Негізі мына үшеуі тұр, үшеудің кез келгенде қойсаңыздар болады. Бірақ ең дұрысы мен ортасы деп айтар едім. Өйткені кең. Мына жақта да артта да орын болады, ал жақта да орын болады. Мен қалай жасадым? Мен бірінші құлаған кезінде артқы неден құладым ғой. Одан кейін мынаны тапсырып көрмегенмін. Мен бұған біраз дайындалдым, бірақ мен ережені жалпы технологиясын, яғни әдісін, методикасын көріп алдым. Бұл жерде былай жасау керек. Көлікпен жүріп келе жатасыздар ғой. Көлікпен жүріп келе жатқан кезде көлікпен жүріп өтіп келетесіздер да, көліктің артқы дөңгелегі. Міне мына жерге, сіздерге жақындатып көрсетейін мен. Міне мына жерге көліктің артқы дөңгелегі, міне мына жерге келу керек. Яғни көліктің алды мына жерде тұрады, арты рөлді оңға бұрасыздар. Авариялық сигнализацияны қосасыздар бұл жерде міндетті түрде. Жалпы артқа қоятын жерде, задний парковка деген темаларда бәрінде қосу керек. Содан кейін сіздер артқа бересіздер. Яғни оң жаққа қарай до конца бұрып аласыздар, рөлді артқа бересіздер. Бірақ дөңгелек мынаның тұсында тұру керек. Сол кезде көлік былай қарай бұрылып, мына жерге былайынан міне диагоналды түрде тұрған кезде сіздер рөлді алға қарай тегіс тура бұрып аласыздар. Яғни оңға бұрып тұра бағана, енді тіке бұрып аласыздар. Артқа бересіздер, артқа берген кезде оң жақ боковой айнаға міндетті түрде қарап отырасыздар. Сол кезде мына жердегі мына сызыққа келіп тиеді дөңгелектеріңіз. Содан кейін барып сіздер көлікті барынша солға қарай до конца бұрасыздар. Сосын артқа қарай бере берген кезде көліктің мына
дөңгелегі былай қарай артқа қарай кетеді де, алды жағы тура мына жерге келеді. Сөйтіп ровно тұрып қаласыздар. Түсіндіре алдым ғой. Бұның видеосы YouTube'да бар, YouTube'дан жақсылап толықтырып көріп алсаңыздар болады. Әсіресе Иван Павлович деген бір жалпы сапа деген автошколаның видеосы бар. Өте жақсы көрсетеді. Мен содан үйренгем жалпы. Содан көрсеңіздер болады. Одан кейін авариялық сигнализацияны өшіресіздер де, өшірен шығасыздар. Өшірен шыққаннан кейін жүріп келе жатасыздар. Сосын мына жерде жасыл жанып тұрады. Кейде қызыл да жануы мүмкін, мен білмеймін, бірақ жасыл жанады дейді. Негізі қызыл жанбайды дейді жалпы. Мен жағдайымда жасыл жанды. Сондықтан жасылдан өтесіздер, оң жақ поворот жағасыздар. Оны жаққаннан кейін барып, мына жермен өтіп келесіздер. Сөйтіп былай қарай жүре берген кезде, иншалла, қуанышты сәт фиништен өтесіздер. Және финишке келген кезде оң жақ поворотникті жағуды ұмытпаңыздар. Мен осыны жағуды ұмытып кетіп, эйфориямен 5 баллдық қателікті өзіме жазып алған болатын. Яғни сіздер трассада келе жатқан болып есептелесіздер ғой. Қалада келдіңіздер, қаладан шығып жатсыздар. Былай қарай бұрылдыңыздар, сөйтесіздер жолдан нан алатын болдыңыздар, немесе су алатын болдыңыздар, сөйтіп тоқтайсыздар. Тоқтайтыныңызды есту керек, оң жаққа поворотникті міндетті түрде жағу керек. Енді достар, бүгін жалпы қорытынды сабақ болды ғой. Барлығын талдап көрсеттім. Енді мына параллельді тұрақ. Мысалы, көдаларыңыз естідіңіздер. Сіздерде көптеген жерлерде көліктер осылай тізіліп, бірінің артынан бірі жолдың жиегінде тұрады. Сондай кезде екі көлік тұр, мәселен, мына жерде бір көлік тұр, міне мына жасыл жерде, мына жерде бір көлік тұр, мына жерде бос орын бар. Осындай жағдайда сіздердің осы жерде қойған болсаңыздар шеберлікпен, ол жерге қоя аласыздар. Мен Аллаға шүкір қойдым, мен енді ол жерлерге де қоя аламын. Яғни осы жерде тапсырманы кім дұрыс орындайды, сол былайша айтқанда сондай қиын жерлерде, көліктің екі ортасы тар жерлерде көлігін әдемілеп ыңғайлап қойып қоя алады. Ал егер сіздер бұны істей алмасаңыздар, жасамасаңыздар, сатып алған болсаңыздар жемқорлықпен, ол кезде сіздер өмір бақи қиналып, көліктеріңізді тұраққа қоя алмай, сандалып, ары айналып, бері айналып, тұрақ іздеп, парковка іздеп қалған жерлерде сөйтіп сандалып жүресіздер. Сондықтан осы тапсырманы орындау өте маңызды. Мынау артқа беру бұл да өте маңызды. Мәселен, көліктерін кейде тікесінен тұруы мүмкін, бірінің артынан бірін, кейде жан-жанымен тұруы мүмкін. Мәселен, мына жерде бір көлік тұруы мүмкін, мына жерде бір көлік тұруы мүмкін. Әсіресе қалада домдардың алдында осылай тұрады. Немесе магазиндердің алдында, жаңағы нелердің алдында, әсіресе торговый центрлердің алдында, мысалы Мега сияқты, Цум сияқты қалада сондай жерлерде тұрады. Алматыда мысалы Достық Плаза бар, Гранд Парк бар, сондай жерлерде тұрады. Астанада да көп қой жалпы. Сондай тұрған кезде, осындай бір орын болса, сол жерге сіздер мынадан дұрыс қойсаңыздар, ешқандай қиналмайсыздар. Былайынан келесіздерде конус бағытта қойып, көлікті артқа беріп, боковойына қарап тұрып, ешкімнің көлігін сырмай, тиіспей, өздеріңіз көліктеріңізді ровно әкеліп қойып қоясыздар. Көріп тұрсыздар ғой, бұл мынау артқы парковкаде, мына жерде параллельді парковкаде, бұның бәрі өмірлік жағдайдан алынған, құрметті мен көрермендерім. Мына жақтағы темір жолда, мынау змейка дейтін тапсырма, перекресток, 90 градус бұрылыс, горка, старт, барлығы өмірмен тікелей байланысты. Сондықтан сіздерге айтар менің соңғы кеңесім, жалпы менің осы өзімнің серияларым аяқталды. Автодромда, права алу бойынша, автосонда, тест тапсыру бойынша, вождение, яғни көлік айдау емтихан тапсыру бойынша менің сабақтарым аяқталады. Сіздерге басты айтарым, ең маңыздысы права алу емес, құрметті достар. Ең маңыздысы ол сіздердің білімді және білікті жүргізуші болып, аман есен, ешкімге зиян келтірместен, иншалла, Аллах Тағаланың разылығы үшін жақсы істерде көліктеріңізді пайдаланып, жүрулеріңіз жақсы адамдарды алып кетіп жақсылық жасау, жолаушыларды жолынан қалдырмай, тағы басқа көлікпен жалпы адам көптеген жақсылықтар жасауға болады ғой, иншалла. Сонда жақсылықтарды жасау. Және аман есен, ешкімнің көлігіне зиян келтірмей, ешкім қандай жаяу жүрушілерге зиян келтірмей жүру. Ал ол үшін осы жердегі тапсырмалардың бәрін асықпай жаттау керек, еш асықпау керек. Жақсылап дайындалу керек. Сосын тапсырмалардың бәрін шынайы өмірде айдап жатқандай тапсыру керек. Сонда иншалла сіз сауатты жүргізуші болсаңыз, мен сауатты болсам, басқа да қандастарым сауатты болса, Алла бұйыртса, біздің Қазақстан сауатты жүргізушілердің еліне айналады, жол апаттары азаяды, қаза болып жатқан адамдардың саны қысқарады. Алла бұйыртса, біз сауатты елде өмір сүреміз. Сонымен сабақ аяқталды. Видео ұнаған болса, видеоға лайк басыңыздар, астына пікір жаз, өздеріңіздің сұрақтарыңыз ойыңыздар, түсінбеген жерлеріңіз болса, және видеоны достарыңызға тарата отырыңыздар. Астына қоңырау шалыңыз, каналға тіркелуге ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған жас ағартушы Мұхаммед Манатбекұлы. Ассалам.